Ассалаумағалейкум, сіздермен мен уролог-андролог дәрігері Сағынбек Көркем Зұлыпбекұлы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бала жоспарлап жатқан едік, ұл немесе қыз болуын қалай жоспарласақ болады? Мен сіздерге ең алдымен ұрықтану процесін айтып түсіндіріп кетейін. Жыныстық қатынас біткеннен соң ана жатырына келіп түскен сперматозоидтар 100 миллион деп алсақ, осы қышқылдық ортада 70-60% сперматозоид өзінің өмірін тоқтатып, тек 30% ғана келесі екінші қиын кезеңге өтеді. Ол қиын кезеңде турбулентность, яғни матканың демалатын жерінен тірі қалатыны 0,02% ғана. 100 мың мен 10 мың арасында сперматозоидтар ғана тірі қалады. Сол тірі қалған сперматозоидтар ең шешуші үшінші овуляция болып жатқан маточный трубаға келеді. Бұл жерде термотоксиз, қай жерде жылулық болып жатыр, сперматозоидтар сол бетке қарай беттейді. Бұл жердегі яйца клеткаға дейінгі ең мықты шешуші шайқас басталады. Яғни мына ең мықты ұрық, дені сау ұрық, осы ананың жасушасына, яйца клеткасына дейін кім бірінші келеді, сол осы аналық жасушамен бірге танысады, ассалаумағалейкум деп бір-бірімен сөйлеседі, ұнатады. Сол ұнатқан сперматозоид осы аналық жасушаға, яйца клеткаға кіріп, осы жерде яғни ұрықтың даму процесі жүре бастайды. Бұл ұрықтардың мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Мықты ұрық және де әлсіз ұрық. Мықты ұрықтың осындай басы, головкасы, денесі ірі болады және де құйрығы ұзын болады. Орташасы, головкасы, денесі кішкентай болады, құйрығы да дәл солай қысқарақ болады. Ал әлсіз десе осындай сопақ, денесі болмайды, тек басы ғана болады. Құйрығы кішкентай, әлсіз ұрықтар осылай болады. Ал бала немесе қыз екенін 16 аптадан кейін ғана барып УЗИ арқылы біле аласыздар.